Ұзындық дегеніміз балалар. Мысал, сендер мектепте сызғышпен қаламның ұзындығын өлшейсіңдер, үшбұрыштың қабырғасының ұзындығын өлшейсіңдер, төртбұрыштың енінің ұзындығын өлшейсіңдер, иә? Міне осы ұзындықтың өлшем бірлігі сантиметрмен, дециметрмен өлшенеді екен. Ал енді осы өлшем бірліктерді пайдаланып, біз мынадай есептерді шығарып көрейік. 4 сантиметр қосылған 3 сантиметр. 4-ке 3-ті қоссақ, бізде 7 шығады. Енді екеуі сантиметрмен беріп тұрғаннан кейін шыққан мән де бізде сантиметрмен шығу керек. Екінші есеп, 1 дециметр қосылған 5 дециметр. 1-ге 5-ті қоссақ 6, ал дециметрге дециметрді қоссақ, шыққан мән де бізде дециметрмен шығу керек. 10 сантиметр азайтылған 5 сантиметр. 5, шыққан мән де сантиметрмен шығады екен. 9 дециметр азайтылған 3 дециметр. Қалай болады? 9-дан 3-ті азайтсақ 6, дециметрден дециметрді азайтсақ, шыққан мән де осы дециметрмен шығады екен.